Қайырлы күн баршаңызға. Менің YouTube'тағы достарым, оқырмандарым, жаңадан қосылған оқырмандар болса, қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 130 сабақта түсіндіретін боламын. Бүгін бізде сабақтың тақырыбы қорытындылау. Бірінші есепте қала гүлзарларына, гүл көшеттеріне сатып алуға жеңілдіктер жасалған деп көрсетілген екен. Егер оннан болған бір түп көшет 1,5 мың теңге тұратын болса, онда 80 түп сатып алу үшін қанша ақша төлеу қажет деп сіздерге сұрақ қойылған екен бірінші есепте. Бұл есепті сіздерге шығарып көрсетейін. Бұл жерде 1,5 мың теңгені бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 10-ға. Бөлген кезде 15 шығады, 15-ге 50-ді көбейтеміз, 750 теңге шығады. Бұл бір түптің ақшасы. 750 теңгені енді 80 түпке көбейтеміз, 60 мың теңге болады. Жауабы 80 түп сатып алу үшін 60 мың теңге төлеу қажет екенін шығарып көрсетіп отырмын. Бүгінгі біздің екінші есебімізде сызба бойынша есептер құрастыр және оларды шығар деген екен. Бұл топтық жұмысқа берілген екен. Сіздерге А және Ә есептерінің сызбаларын көрсетіп қойылған екен. Арақашықтығын табу керек. Бірінші А есебіміздің арақашықтығы 280 км болады. Екінші Ә есебіміздің арақашықтығы 160 км болады деп сіздерге формулалармен жазып қойдым. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің үшінші есебімізде теңдеулерді шеш деген екен. Бұл жерде сіздерге күрделі теңдеу берілген екен. Күрделі теңдеу есепті қазір шығарып көрсетемін. Міне, екеуінде шығарып көрсеттім. Қарапайым теңдеуге қарағанда бір күрделеу екен. Осылай жазып аласыздар. Бүгінгі біздің төртінші есебімізде есепте және тексер деп айтқан екен. Бұл жоптық жұмыс ретінде берілген. Қосу, азайту, бөлу, көбейту амалдарымен есептерді шығару керек. Міне сіздерге шығарып ұсынып отырмын. Қосу амалымен, азайту, бөлу, көбейту амалдарымен шығарып көрсеттім. Енді бүгінгі 5-ші есебімізде бізде тапсырманы орында депті. Өлшеуді орындама үлкен дөңгелектің диаметрі кіші дөңгелектердің радиусын анықтап көр, сызғыштың көмегімен тексер деген екен. Бұл есепті де мен сіздерге қазір жазып шығарып қойдым. Қазір көрсетемін. Үлкен дөңгелектің диаметрін 4 см, кіші дөңгелектердің радиусын 1 см деп осылай есептен жауап шығады. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің 6-шы есепке берілген математикалық күнделікті өмірде есепті шығар деген. Егер жәшікке 2 немесе 4 қыш құмыра сиятын болса, диаметр 7 см қыш құмыраларды салу үшін өлшемі қандай жәшік қажет болады деп сіздерге сұрақ қойылған екен. Міне сіздерге 70-ті 2-ге көбейттім, 140 см. 140-та 70 бұл 2 қыш құмыраға арналған. 140-тағы 140 бұл 4 қыш құмыраға арналғаны жазып қойдым. Сіздер де дәл осылай жазып аласыздар. Номері 7-ші есебімізде шығармашылық жұмыс пішіні мен өлшемі әртүрлі қыш құмыралар туралы осыған ұқсас есептер құрастыр деген екен. Міне сіздерге бірінші, екінші варианттармен шығарып көрсетіп отырмын. Егер жәшікке 2 немесе 4 шаршы пішінді қыш құмыра сиятын болса, қабырғасы 50 см қыш құмыраларды салу үшін өлшемі қандай жәшік қажет болады деген сұраққа 50-ге 2-ні көбейттік 100 болады. 100-де 50 болған 2 қыш құмыра кетеді. 100-де 100-ге 4 қыш құмыра. Егер жәшікке 2 немесе 4 тік төртбұрыш пішінді қыш құмыра сиятын болса, қабырғалары 30 және 40 см қыш құмыраларды салу үшін өлшемі қандай жәшік қажет болады дегенге бұл жерге астына жазып көрсеттім. Дәл солай жазып аласыздар. Бүгінгі біздің 8-ші есепте 7 литрлік шелек пен 3 литрлік банкының көмегімен бидонға 5 литр суды қалай құюға болады деп көрсетілген екен. Қыз бен баланы суреті көрсетілген, жандарына шелектерінің суреттері көрсетілген екен. Бұл есепті біз қалай шығарамыз?
міне сіздерге шығарып ұсынып отырмын. 7 литрлік 3 литрлік дәл осылай сызба түрінде жазып осылай жазып аласыздар. Осы есептер ұнаса лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Үлкен рахмет соңына дейін қараған көрермендерге.